Сәлем достар, бүгін біз гүлге ұқсайтын жаңғақ қосылған өте дәмді булочкилер дайындаймыз. Жұмсақ болып шығады, міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнды електен өткізіп қосамыз, оның үстіне сүтті, айранды, дрожжды қосып араластырып аламыз. Сосын оның үстіне қантты, сұйық майды, тұзды, ерітілген сары майды қосып, бірінші қасықтың көмегімен, сосын қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырды көтерілуге жібереміз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына үгітілген жаңғақты жұмыртқаның ақуызымен қантты араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Көтерілген қамырымызды алып 4 бөлшекке бөлеміз. Әр бөлігін домалақтаймыз. Әр домалақ шариктерді жұп-жұқа етіп 25 диаметрлік қылып жайып аламыз. Оның үстіне салмасын жаямыз біркелкі етіп. Сосын оның үстіне тағы жайылған қамырды саламыз. Қамыр салмасын осылай істеп шығамыз. Ең соңғы қамырды салып, жан-жағын бекітеміз жақсылап. Сосын домалақ қамырымыздың үстіне стақанды немесе пиаланы домалақ нәрсен қоямыз да 16 бөлікке бөліп шығамыз. Енді видеода көрсетілгендей екі қамырды алып сыртқа қарай орап біріктіріп қоямыз. Әрқайсысын осылай істеп шығамыз. Енді жаңағы домалақ затты алып тастап, бетіне жұмыртқа жағамыз. Сосын бетіне күнжіт себеміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіреміз. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Раушан.